Қаламызда 2016 жылы өтетін Ресей мен Қазақстан арасындағы өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Осыған орай маңызы бар деген 10 көшеде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жолдардың жиектері жаңаланып, жаңа бағдаршамдар мен аялдамалар орнатылуда. Ескі аялдамалардың орнына антивандалдық шынымен қапталған жаңалары қойылуда. Шынының қалыңдығы 10 мм. Қаланы абаттандыру мақсатында осы уақытқа дейін 70-ден астам жаңа аялдама орнатылды. Жыл соңына дейін олардың санын 90-ға жеткізбек. Это все делается для нас, для жителей, для... Аялдама павильондары қала тұрғындары үшін қаланы көріктендіру мақсатында орнатылуда. Қаланың шеткі аудандарында аялдама жоқ жерлерге де жаңасын орнатып жатырмыз. Көше бойында орнатылған аялдамаларға ұқыптылық танытқандарыңыз жөн. Мынау қаламызда орналастырылған жаңа аялдамалардың бірі, ол антивандалды шыныдан жасалған. Егер де біреу осы шыныны не болмаса орындықты сындыратын болса, ол жауапкершілікке тартылатын болады. Ал егер де сіз осы аялдамаларға қатысты бұзақылықтың куәгері болсаңыз, онда ішкі істер органдарына хабарласқаныңыз дұрыс болады.